Сәлеметсіздер ме, құрметті көлік машиналарының жетектерін есептеу негіздері курсының тыңдаушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы асинхронды қозғалтқыштары бар электр жетектері. Сабақтың мақсаты асинхронды қозғалтқышты бар электр жетектерінің қасиеттері және оны басқару жүйелерімен танысу. Алдында өткізілген сабақтардың нәтижесі бойынша біз асинхронды қозғалтқыштардың құрылымымен, жұмыс істеу принципімен және оны жүйеде көрсетудің схематикалық әдіс тәсілдерімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақ аясында біз асинхронды қозғалтқыштардың электр жетектерінің қасиеттерімен танысамыз және оның басқару үшін қолданылатын жүйелердің негіздерімен танысатын боламыз. Дәріскер философия докторы, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Сулеев Бахтияр Даниярович. Асинхронды қозғалтқыштардың басты артықшылығы ротордың қарапайымдылығы, оның орамасы кез келген қуат көздеріне қосылмайды және оны қысқа тұйықталған етіп жасауға болады. Бұл жағдайда асинхронды қозғалтқыш байланыссыз болады. Конструкцияның қарапайымдылығы, пайдалану сенімділігі және салыстырмалы түрде төмен құны арқасында жүзеге асырылады. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш айнымалы тоқ қозғалтқыштың ең көп таралған түрі болып табылады. Суретте асинхронды қозғалтқыштардың роторы көрсетілген. А суретінде қысқа тұйықталған ротор, Б суретінде фазалық ротор көрсетілген. Яғни фазалық ротордың көрінісінде көріп тұрғандарыңыздай мыс пластиналар, яғни мыс пластиналар көрсетілген және сол мыс пластиналардың астында әрбір фаза үшін орамалар жинақталған. Яғни үш жолақша үшін үш жолақшаға сәйкес келетін үш фазалық орамдар бар. Асинхронды қозғалтқыштың статикалық сипаттамалары және энергетикалық режимдері мына суретте көрсетілген. Яғни айнымалы тоқ желісіне қосудың негізгі схемасы Б және В суретінде көрсетілген. Бұл тізбек кейде асинхронды қозғалтқышты қосудың табиғи схемасы деп аталады. Яғни бұл схемада И1, И2, И0 жұмыс тізбегіндегі тоқ күштері көрсетілген, яғни ротордың, статордың және ораманың қоздыратын тоқ көздері және соған сәйкес келетін R1, R2, R' кедергілері көрсетілген. Яғни бұл орамада үш түрлі негізгі тоқтың түрі көрсетілген. И1 статордың тоғы, И2 ротордың тоғы, И0 магниттеу тоғының күш шамасы. Және оларға сәйкес келетін индуктивтілігінің шамасы X1, X2, X0. Әртүрлі сипаттамаларды есептеу және талдау үшін алтта 2Б суретте көрсетілген асинхронды қозғалтқыштың тәрізді және қысқартылған алмастыру схемалары жиі қолданылады. Олардың көмегімен оның электрлік айнымалыларын анықтауға болады. Оған жататындар тоқтар, қуаттар және тағы басқа тұрақты жұмыс режимдерінде. Естеріңізге сала кетейік, тұрақты жұмыс режимі дегеніміз электр қозғалтқышының тудыратының моментінің қарсылық моменттерімен теңестірілігі кезінде пайда болатын режимін айтамыз. Яғни, егерде электр қозғалтқышымен тудыратын момент шамасы қарсылық моменттерінен үлкен немесе кіші болса, онда осыған сәйкес үдеулеу және тоқтату жұмысы болады. Егерде момент электр қозғалтқыштың моменті қарсылық моментіне тең болса, онда электр тізбегіндегі қозғалтқыштың жұмысы тұрақты жұмыс режимінде жұмыс істейді екенін білдіреді. Асинхронды қозғалтқышты статордың роторға айналған кезде электромагниттік қуат айналмалы магнит өрісімен беріледі. Қуатты анықтау үшін момент көбейтілген айнымалы магнит өсінен туындайтын бұрыштық жылдамдық. Электромагниттік қуат механикалық қуатқа айналады. Сәйкесінше момент көбейтілген қозғалтқыштың айналу жиілігі.
Ротор тізбектеріндегі электр шығындары және ротор болатындағы шығындар олардың салыстырмалы түрде аздығына байланысты соңғысын елемеуге болады. Яғни ол кезде шығындарды осы үш формуласымен және де одан пайда болатын шығындар келесідей анықталады. Электромагниттік момент пен ротор тоғы арасындағы байланыс пайда болады. М-тен 3i2 штрих квадрат r2 штрих квадрат бөлінген омега 0 с. Мұндағы s асинхронды қозғалтқыштың сырғуы. Алты бірінші суреттегі схемаға сәйкес ротор тоғына арналған өрнекті анықтаймыз. Яғни ротордың тоғы келесідей анықталады. Онда моментті анықтау үшін келесі өрнекті қолданатын боламыз. М-тен 3 квадрат бөлінген омега 0 көбейтілген r2 штрих бөлінген s бөлінген r1 қосу r2 штрих s x1 қосу x2 штрих квадрат. Асинхронды электр жетегінің координаттарын реттеу мүмкіндіктері. Асинхронды қозғалтқыштардың жылдамдығын реттеудің негізгі әдістерін келесі өрнектерді талдау негізінде анықтауға болады. Яғни бұрыштық айналу жылдамдығы және электр қуатының шығындары арқылы. Біріншісі ротордың жылдамдығын магнит өрісінің айналу жылдамдығымен және сырғумен, ал екіншісі айналмалы тізбектегі толық электр шығындары көбінесе сырғу жоғалуы деп аталады. Электромагниттік қуатпен байланыстырады. Жетінші өрнекке сәйкес синхронды қозғалтқыштың жылдамдығын реттеудің екі әдісі мүмкін. Өріс жылдамдығын реттеу полюс жұптарының жиілігі мен санымен анықталады және омега 0 тұрақты мәні бойынша сырғуды реттеу. Бұл берілген сәтте алтыншы тәуелділікке сәйкес статордың кернеуін өзгерту асинхронды қозғалтқыштың статорлық немесе роторлық тізбектеріне қосымша резисторларды немесе индуктивтілікті енгізу арқылы түбегейлі жүзеге асырылады. Яғни асинхронды қозғалтқыштың жылдамдығын реттеудің екі мүмкін әдісі бар. Ол өріс жылдамдығын реттеу полюстардың жиілігі мен санымен анықталады және омега 0 тұрақты мән бойынша сырғуды реттеу. Сырғуды реттеу үшін кернеуін өзгерту керек. Яғни роторлық тізбектерінде резисторларды немесе индуктивтілікті енгізу арқылы түбегейлі жүзеге асырылады. Яғни атап кетейік, алтыншы әдісте көрсетілген, егер де біз реостатпен тудыратын кернеулерді өзгертетін болсақ, онда омеганың шамасын айтарлықтай өзгертуге болады. Сегізінші формуланы қолдана отырып, айналмалы тізбектердегі шығындарды және асинхронды қозғалтқыштың статорлық тізбектеріндегі оларға пропорционалды шығындарды анықтауға болады. Бұл реттеу әдістердің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Реттеу тәсілі. Асинхронды қозғалтқыштарды реттеудің біршама тәсілдері бар. Ол ротордың орындалуына тікелей байланысты, яғни қысқа тұйықталған және фазалы. Егер де асинхронды қозғалтқыштың роторы қысқа тұйықталған болса, онда оның жұмысын реттеу үш түрлі жолмен жүзеге асырылады. Жиілікті өзгерту, кернеудің өзгерту және статор орамасының полюстер жұптарының санын өзгерту. Осы жұмысына бағалау үшін қуат схемасы көрсетілген. Яғни асинхронный двигатель АД деп белгілеп тұрған асинхронды қозғалтқыш преобразователь частоты жиілікті өзгерту құралымен жабдықталған. Жиілікті өзгерту құралымен қолдану арқылы асинхронды қозғалтқыштың жұмысын бағалауға болады. Оған ұқсас механикалық сипаттамасы келесі түрге ие болады. Кернеудің өзгеруі. Кернеудің өзгеру преобразователь напряжения. Кернеуді түрлендіргіштің көмегімен жүзеге асырылады. Кернеуді түрлендіргіштің көмегімен жүзеге асырылған асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы мына суретте көрсетілген. Әрі қарай. Статор орамасының полюстер жұптарының санын өзгерту. Статор орамасының полюстер жұптарының санын өзгерту
алдыңғы тақырыпта өткізілген кілттердің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. К1, К2 осында ключ включателі. То есть оның механикалық сипаттамалары келесідей көрсетіледі. Реостаттық реттеу. Реостаттық реттеу біршама реостаттарды орнату арқылы және де кілттерді қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Оның механикалық сипаттамасы осы графикте көрсетілген. Айналмалы тізбекті импульстік реттеу. Айналмалы тізбекті импульстік реттеу кезінде міндетті түрде диодты тиристорды қолдану қажеттілігі туындайды. Мұндай реттеудің артықшылығының бірі кең ауқымды реттеу. Техникалық экономикалық көрсеткіштерге сәйкес реттелетін асинхронды электр жетектердің ішіндегі ең белсенді болып жиілікті басқарылатын электр жетектері болып табылады. Оны жүзеге асыру үшін айнымалы тоқ желісі мен асинхронды қозғалтқыштың статоры арасында жиілік түрлендіргіші қосылады, преобразователь частоты. Оның шығысында фазалық кернеулердің амплитудасы мен жиілігі өзгереді. Қуат көзінің жиілігінің өзгеруі асинхронды қозғалтқыштың жылдамдығын номиналдыдан жоғары және төмен кең ауқымда біркелкі реттеуге мүмкіндік береді. Асинхронды қозғалтқыштың кез келген жиілігінде ол механикалық сипаттаманың жұмыс бөлігі шегінде жұмыс істейді. Мұнда жылдамдық синхрондыға жақын. Бұл 8-ші формула бойынша орамаларды А шығындарға әкеледі. Сондықтан жиілікті басқаратын асинхронды электр жетегі іс жүзінде өте кең қолданыс аясын тапты. Асинхронды қозғалтқышты реттеу кезінде жиілікті түрлендіргіштің басты пайдалану мүмкіншілігі ол кәдімгі 220 вольт кернеуінде жұмыс істейтін кезінде қолдануға мүмкіншілік береді. Асинхронды двигательдер 3 фаза түрде жұмыс істейді. Ал тұрмыстық электр желісі 220 вольтке беріледі. Яғни 220 вольт арқылы сіздер асинхронды электр тоғының электр қозғалтқышын жүзеге асыра алмайсыздар. Ол себепті электр желісінде үйдегі жұмыстағы электр желісінде 2 фаза қолданады. Бір ол тоқ келетін, екіншісі тоқ қайтатын. Ал асинхронды қозғалтқыштың жұмысын қамтамасыз ету үшін бізге 3 фазалы тоқ керек. Сол себепті осы фазалардың ауыстыру үшін жиілікті түрлендіргіштер кеңінен қолданыс аясын тапты. Реттелетін электр жетегінің жүйесі кернеу түрлендіргішті. Екінші әдісіміз, яғни кернеу түрлендіргішті қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқыштарды айтарлықтай қолданылады. Фазалық кернеу өзгерген кезде омега-0 синхронды жылдамдығымен критикалық сырғу өзгермейді, ал критикалық момент квадратқа пропорционал өзгереді. Қысқа тұйықталған роторы бар қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыштар жүйесі жұмсақ кернеу түрлендіргіш асинхронды қозғалтқыш жүйесі жұмсақ іске қосу және тежеу құрылғылар ретінде, сондай-ақ электр жетегінің төмен жылдамдықта қысқа мерзімді жұмысын қамтамасыз ету үшін қызмет етеді. Кернеу түрлендіргіш ретінде бұрын қолданылған магниттік түйшігі күшейткіштерді алмастырған тиристорлық кернеу түрлендіргіштерді қолданады. Тиристорный преобразователь напряжения. Яғни, бұл әдістің қолдануы айтарлықтай фазалық кернеуді өзгерген кезде омега-0 синхронды жылдамдығымен критикалық сырғу өзгермейді, ал критикалық момент квадратқа пропорционал өзгереді. Статор орамасының полюстерінің жұптарының санын өзгерту арқылы жылдамдықты реттеу көп жылдамдықты деп аталатын арнайы қан қысымын қолдану кезінде қолданылады. Статор орамасының полюстерінің жұптарының санын өзгерту арқылы жылдамдықты реттеу көп жылдамдықты деп аталатын арнайы асинхронды қозғалтқыштарды қолдану кезінде қолданылады. Мұндай қозғалтқыштарда статорда полюстердің әртүрлі санына жасалған екі қарапайым тәуелсіз орамалар немесе әр фазасы бірнеше бөліктен тұратын бір полюсті орамалар бар. Оларды ауыстырған кезде полюстер саны өзгереді.
Соңғы жағдайда әр фазаның орамасының бөлігі екі бөліктен тұрады. Егер олар үйлесімді түрде қосылса, полюстер жұптарының саны қарсы көрсетілгенге қарағанда 2 есе көп. Мұндай орамдарды ауыстырудың келесі схемалары ең көп қолданылады: үшбұрыш қос жұлдыз және жұлдыз қос жұлдыз. Көп жылдамдықты асинхронды қозғалтқыштардың роторлары қысқа тұйықталған орамамен орындалады. P1 және P2 полюс жұптарының әртүрлі санына жасалған және K1 және K2 кілттері бар желіге қосылған тәуелсіз орамалары бар екі жылдамдықты асинхронды қозғалтқыштар лифт және кран механизмдің электр жиектерінде айтарлықтай таралады. Мұндай механизмдер үшін тиристорлік кернеуді реттегіш екі жылдамдықты асинхронды қозғалтқыш жүйесі бойынша электр жетегін пайдалану перспективалы. Жоғарыда келткендей, үшбұрыш қос жұлдыз және жұлдыз қос жұлдыз қосу схемалары 1U, 1V, 1W сәйкесінше бірінші және үшінші фазаның басталуы, 2U, 2V, 2W сәйкесінше бірінші, екінші, үшінші фазаның соңы, L1, L2 және L3 желіні қосуға арналған контактілер болып табылады. Фазалық роторы бар асинхронды қозғалтқыш үшін электр жетегінің функционалдығын кеңейтетін қуат элементтері асинхронды қозғалтқыштың роторлық тізбегіне енгізілетін реттеу әдістері жақсы дәлелденді. Бұл әдістердің ішіндегі ең қарапайым реостаттық реттеу. Ол асинхронды қозғалтқыштың роторлық тізбектеріне кіретін резисторлардың кедергісін өзгерту арқылы жүзеге асырылады және практикада кеңінен қолданылады. Ротор тізбегіндегі симметриялық қарсылықтарды қосқан кезде сыни сырғу артады, ал сыни момент өзгеріссіз қалады. Қарсы қосылысты іске қосу және тежеу кезінде ротор тізбегіне қосымша кедергілерді енгізу, орамалардағы тоқтарды азайтуға және асинхронды қозғалтқыштың моментін арттыруға мүмкіндік береді. Қосымша кедергілер болған кезде сырғанау шығындарының бір бөлігі ротор орамасында емес, қозғалтқыштан тыс қосымша резисторларда шығарылады. Бұл асинхронды қозғалтқыштың жылу режимін жеңілдетеді. Реостаттық реттеудің артықшылықтарына іске асырудың қарапайымдылығы, жылдамдықты кең диапазонда номиналды мәндер деңгейінде тоқтарды шектеу мүмкіндігі, кемшіліктеріне қосымша резисторлардағы энергияның едәуір жоғалуы, жылдамдықты сатылы реттелуі, үлкен қосымша резисторларда механикалық сипаттамалардың қаттылығының төмендеуі. Бұл жүктеменің әртүрлі сеттерінде жылдамдықтың айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін. Яғни схемада көріп тұрғандай, егерде реостаттық реттеу кезінде схемаларда реостаттардың көп бөлуі айтарлықтай тоқтың шамасын жеткілікті деңгейде реттеуге мүмкіншілік береді. Бірақ та олардың көпшілік болуы асинхронды қозғалтқыштың айналуын сатылы түрде жүзеге асырылады. Не себепті? Өйткені реостаттардың қарсымдылығы, сопротивление, яғни ол қандай да бір нақты мәнге ие болады. Мысалы 400 сом, 200 сом, 300 сом. Ол едергіден өткен кезде тоқтың күші өзгереді, соған қатысты оның айналу жылдамдығы да өзгереді. Реостаттық реттеу қуаты 100-150 киловатт дейінгі электр жетектері үшін қайта қысқа мерзімді режимдерде жұмыс істейтін кран механизмдері үшін қолданылады. Немесе қуаты жоғарғы фазалық роторы бар асинхронды қозғалтқышты іске қосу үшін. Жылдамдықты сатылы реттеумен байланысты қарастырылған реостаттық реттеудің жетіспеушілігін координаталарды импульс реттеу әдісімен жоюға болады. Роторға қосылған басқарылмайтын үш фазалы көпір түзеткіші мезгіл-мезгіл байланыссыз кілтпен айналып өтетін резисторға қосылған ротордың түзетілген тоқ тізбегіндегі импульсті реттеу тізбектері ең көп қолданылады. Кілтті жабу кезінде резистор бұралып ашылған кезде ол ротордың түзілген тоқ тізбегіне енгізіледі. Бұл жағдайда роторлық тізбектегі белсенді кедергіні тегіс реттеу әсеріне қол жеткізіледі.
Тұрақты тоқтың аралық байланысы бар жиілікті өндіргіштер. Тұрақты тоқтың аралық байланысы бар жиілікті өндіргіштерде қуат беру желісінің кернеуі түзеткіш пен сүзгі арқылы инверторға беріледі. Микропроцессорлық басқару жүйесіне басқарылатын инвертор қабылданған зерттеу заңына сәйкес түрлендіргіштің шығысындағы кернеуді құрайды. Инвертор кернеу мәнінің өзгеруімен тұрақты тоқты айнымалыға түрлендіруге арналған құрылғы. Әдетте синусоидаға жақын немесе дискретті сигнал түрінде периодты кернеу генераторы болып табылады. Суретте инвертор жұмысы көрсетілген. Ал асинхрондық қозғалтқыштың жұмысын туралы нақтырақ танысайық. Частотно регулируемый электропривод стал в настоящее время основной системой регулируемого электропривода. Он широко применяется во всех отраслях промышленности, в сельском, коммунальном хозяйствах и других сферах деятельности. Мощностной ряд этих приводов составляет от полкиловатта до многих тысяч киловатт. Основу этой системы регулируемого электропривода составляет асинхронный короткозамкнутый двигатель, наиболее простая по конструкции в эксплуатации электрическая машина. В отличие от нерегулируемых асинхронных электроприводов, где двигатель получает питание от сети трехфазного переменного тока со стандартными значениями частоты и величины напряжения, в системах частотно регулируемого электропривода двигатель получает питание от преобразователя частоты с регулируемыми значениями частоты и амплитуды напряжения, подаваемого к обмоткам статора асинхронного двигателя. Современные преобразователи частоты выполняются на базе силовых управляемых полупроводниковых приборов. Интенсивное развитие силовой полупроводниковой преобразовательной техники определило возможности создания преобразователей частоты, которые выпускаются сегодня десятками производителей во многих странах мира, в том числе и в России. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором наиболее распространены во всех отраслях машинного производства. Другого эффективного способа регулирования скорости этих двигателей, как частотное регулирование, просто нет. Поэтому появление полупроводниковых преобразователей частоты позволило решить задачу массового внедрения регулируемых электроприводов. В лекции номер 3 мы ознакомились с принципами работы асинхронного двигателя и техническими характеристиками асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. При включении обмоток статора двигателя в сеть трехфазного переменного тока в магнитопроводе двигателя образуется силовое вращающееся магнитное поле, скорость вращения которого омега нулевое прямо пропорциональна частоте питающего напряжения. Для того, чтобы двигатель развивал момент, скорость вращения его ротора омега должна быть меньше скорости вращения магнитного поля статора. Разность скоростей поля статора и ротора называется абсолютным скольжением двигателя S абсолютное. Если выразить абсолютное скольжение в относительных единицах, разделив на омега нулевое, то получим относительное скольжение S. Величина скольжения определяет величину момента, развиваемого двигателем. Приближенно для рабочего участка механической характеристики можно считать, что момент пропорционален скольжению. Единственным способом плавного изменения скорости вращения магнитного поля статора омега нулевое является изменение частоты питающего напряжения. Изменение числа пар полюсов двигателя P с индексом P позволяет получать 2-3 фиксированные скорости, но не дает возможности плавного регулирования скорости поля статора в широких пределах. Если скорость вращения поля статора будет постоянной, то скорость вращения вала двигателя также будет примерно постоянной, так как на рабочей части механической характеристики двигателя жесткость характеристики велика, и скольжение двигателя, то есть уменьшение скорости при увеличении момента, будет составлять всего несколько процентов. Если будем регулировать частоту питающего напряжения, снижать ее, как показано на графике, то скорость вращения магнитного поля статора будет уменьшаться пропорционально частоте, и механические характеристики двигателя будут перемещаться вниз параллельно друг другу.
Если при этом поддерживать величину потока статора двигателя постоянной, то и перегрузочная способность двигателя, максимальный момент, будет оставаться постоянной. Такое регулирование очень удобно. Изменяя, уменьшая частоту, мы плавно снижаем скорость двигателя. Увеличивая частоту, плавно увеличиваем скорость. Благодаря тому, что жесткость характеристик остается постоянной и высокой, скорость двигателя мало зависит от момента на его валу, что повышает точность регулирования скорости. Поскольку абсолютное скольжение, S абсолютное, разность скорости магнитного поля и ротора двигателя небольшая, то потери в цепи ротора двигателя остаются в пределах номинальных и не вызывают перегрева двигателя. Важным обстоятельством является возможность плавного пуска двигателя. При пуске двигателя от сети возникают большие пусковые токи, 5,5-7 крат от номинального. Ударные знаки переменные моменты. В цепи ротора выделяется большое количество энергии, вызывая его перегрев. При частотном пуске частота и величина питающего напряжения плавно увеличиваются от нуля до номинального значения. И двигатель всегда работает, в том числе и при пуске на рабочем участке механической характеристики. При этом отсутствуют все негативные явления, свойственные прямому пуску асинхронных короткозамкнутых двигателей. При частотном управлении двигатель никогда не работает на неблагоприятном пусковом участке механической характеристики. Не следует забывать еще одно обстоятельство. При регулировании частоты питающего напряжения необходимо при снижении частоты вниз от номинальной 50 Гц снижать также величину, амплитуду напряжения на выходе преобразователя частоты. Это связано с необходимостью поддерживать величину потока статора двигателя постоянно. Рассмотрим схему замещения асинхронного двигателя при питании его от преобразователя частоты. На схеме обозначены цепь статора, характеризуемая активным сопротивлением R1 и индуктивным X1. По этой цепи протекает ток статора I1. Цепь намагничивания. Ее можно считать чисто индуктивной, с сопротивлением Xμ. По ней протекает ток намагничивания Iμ. Цепь ротора с активным сопротивлением и индуктивным сопротивлением. По ней протекает ток ротора I2'. Любое индуктивное сопротивление зависит от индуктивности обмотки L и частоты F, протекающего по ней тока. При изменении частоты питающего напряжения изменяется частота тока в обмотках статора и, соответственно, меняется величина индуктивных сопротивлений обмотки статора X1 и контура намагничивания X. Ток намагничивания, определяющий величину магнитного потока статора F, приближенно равен при частоте питающей сети 50 Гц. Сопротивление контура намагничивания можно считать чисто индуктивным, так как величина активного сопротивления обмотки статора R1 в десятки раз меньше индуктивного сопротивления контура намагничивания. Если положить R1 равным нулю, то здесь L1 плюс Lμ индуктивность контура намагничивания. Для того, чтобы поддерживать поток двигателя постоянно, нужно, чтобы при изменении частоты ток намагничивания также оставался постоянным. Как видно из формулы, при уменьшении частоты F пропорционально должно уменьшаться и величина напряжения U1. Иначе ток намагничивания будет возрастать, вызывая неоправданный нагрев двигателя. Поэтому при регулировании скорости вниз от номинальной одновременно с уменьшением выходной частоты напряжения преобразователя нужно пропорционально снижать его напряжение. Однако для двигателей мощностью меньше 20 кВт и при глубоком снижении скорости необходимо также учитывать и компенсировать падение напряжения на активном сопротивлении статора. Когда частота велика, напряжение велико. Падение напряжения на активном сопротивлении составляет всего несколько процентов. Другое дело, когда частоту и напряжение значительно снизить, например, в 10 раз. Тогда величины индуктивных сопротивлений статора и намагничивания
снижаются в 10 раз, а падение напряжения на активном сопротивлении останется неизменным и будет существенно уменьшать ток намагничивания. Это приведет к уменьшению потока двигателя и развиваемого им момента. Влияние падения напряжения на механические характеристики двигателя при пропорциональном регулировании частоты и напряжения показано на слайде пунктиром. Если нужно регулировать скорость двигателя вниз от номинальной с постоянным моментом на валу двигателя, то нужно ток намагничивания поддерживать постоянным во всем диапазоне регулирования скорости и напряжение при снижении частоты уменьшать в меньшей степени, пользуясь соотношением, то есть вводить компенсирующую добавку напряжения. Механические характеристики при этом будут иметь вид, показанный сплошными линиями, то есть сохранять максимальный момент МК постоянно. Зависимость напряжения от частоты будет соответствовать характеристике 2. Необходимость компенсации падения напряжения на активном сопротивлении обмоток статора в схемах управления реализуется следующим образом. Здесь сигнал задания напряжения на выходе преобразователя состоит из сигнала пропорционального заданной скорости и частоте плюс сигнал пропорциональный падению напряжения на активном сопротивлении обмоток статора. В ряде случаев, в частности, при вентиляторном характере нагрузки, момент существенно уменьшается при снижении скорости. Нет необходимости. Тұрақтың тоқтың арайлық байланысы бар жоғары вольтты түрлендіргіштер. Жоғары кернеу үшін арнайы инверторларды қолдану қажеттілігі келесі факторлардан туындайды. Үш фазалы көпір инверторларында қолданылатын кен импульсті түрлендіргіш әдісімен кернеуді қалыптастыру үшін қажетті жоғары кернеу, 1700 вольттан көп және коммутация жиегі жоғары токтардың болмауы. Кенердің жоғарылауымен үш фазалы көпір инверторын қолдану уақыт кернеудің туындыларының көбеюіне әкеледі. Бұл қозғалтқышты оқшаулау тараптарына әсер етеді. Аралық сыйымдылықты токтарды арттырады. Түрлендіргіш пен жүктемені қосатын кабельдің ұзындығын шектейді және қымбат шығыс сүзгілерін қажет етеді. Құрылғының жұмыс кернеуін арттыру үшін кілттерді қарапайым тізбекке қосу тиімсіз. Өйткені параметрлердің астарлығы кезінде де кілттердің біреуі тез ашылып жабылады, ал екіншісі баяу болады. Бұл коммутация сеттерінде статикалық режимде екеуіне орнатылып кернеу үшін бір ғана кілт қалады. Сондықтан мұндай кілттерді қосу схемаларының сенімділігі өте төмен. Бүгінгі тақырып аясында біз асинхрондарды қозғалтқыштардың қасиеттерімен таныстық. Оларды басқарудың әртүрлі тәсілдерімен, олардың моменттерін анықтау, ток тізбегіндегі күштерді анықтау және де реттеудің әртүрлі тәсілдерімен таныс болдық. Тапсырма бойынша басқа мағлұмат алу үшін ұсынылған әдебиет бойынша болады.